Философия өмір туралы ғылым және оның ең бірінші әрі маңызды сұрағы өмір мәні дегеніміз не? Ары қарай дизайн ойлау процесін түсіну, эмпатия, анықтау, фокус, негіздеу, яғни идеяларды қалыптастыру, жобалау, генерация, тексеру, тест сынды ең негізгі 5 кезеңдік қағидасына жүгіне отырып жіктеп көрейік. Ең алдымен түсіну кезеңі, яғни эмпатия. Бұл кезеңде адамның мәселені өзі түсінуі үшін, ал ол үшін сол тақырыпты жалпылама талқылау қажет. Жер бетіндегі барлық адамдар өмір сүріп жатыр. Біреуі енді бастады, біреу қақ ортасында, ал енді біреуі аяғына жақын. Енді біреулер өмірді қимайды, ал екінші біреулер одан әбден жалыққан. Қайсы біреу өмірді жалған, қызықсыз деп есептесе, әлде біреу өмірді тамаша, қызыққа толы деп түсінеді. Өмір тек адам үшін ғана қажет, себебі оған өмір деп атау берген адамның өзі. Адам кім? Адам материя ма, рух па, энергия ма? Мұндай сәтте философиялық түсінуге деген ұмтылысты эмпатия ұғымы жақсы бере алады. Біздің жағдайымызда эмпатия адамның сүрген немесе сүріп жатқан өмір тәжірибесінің кең ауқымын сипаттау үшін қолданылады. Адам қоғамда, адамдардың ортасында өмір сүргендіктен, ол үнемі басқалардың эмоцияларына жауап береді, не болмаса жауап алады. Біз көбіне өзге адамды көзімізбен көріп тұрған соң, оны түсіну, яғни оған деген эмпатия оңай алынады деп ойлаймыз. Біздің қателігіміз де осыда. Осы процесте адамның мейірбандығы немесе қатыгездігі оның осыған дейін жинаған өмірлік тәжірибе мұрағатына байланысты орын алады. Адамның өзімен бірге келіп, өзімен бірге кететін ол өмір түсіну деңгейінің мүмкіндігі өзінен шығару қызмет ретінде дизайнның жаңа сипаттамаларын, шекаралар мен құралдарын жинағын тез өзгертеді. Екінші, анықтау кезеңі, яғни фокустау. Бұл кезеңде бірінші кезеңдегі ақпараттар түйіндеу, тұжырымдау және оны шешу жолдарына ерекше немесе бар ықыласпен қарау. Егер адам бар зейіні мен көңілін тек бір нәрсеге аударса, сол туралы өте көп ойласа, онда ол сол нәрседен міндетті түрде белгілі бір нәтиже шығарады. Біз көбіне шашыраңқы ойлаймыз және өзімізге нақты не қажет екендігін түсінбейміз. Біздің жағдайымызда өмір мәніне фокус жасау, әр адамның жеке өмірі бірнеше өзге өмірлермен байланысты екеніне мән беру. Байланыстар әлсіз немесе өте берік болып келеді. Сіздің өміріңіздің мәнді болуы сіздің берік байланыстағы адамдарыңызға тікелей қатысты. Өмір сапасын көтеру үшін сіз өзіңізге не істеп жатқандығыңыз одан да маңызды. Саналы адам өз өмірін сапалы өткізуді ойлану керек. Сапалы өмірдің бірнеше нұсқаларын қарастырып, ішінен потенциалы жоғары, орындалу мүмкіндігі зор нұсқаны таңдап алуға болады. Үшінші негіздеу кезеңі, яғни идеяларды қалыптастыру. Бұл кезеңде екінші кезеңдегі таңдап алған ең үздік нұсқаны ары қарай жетілдіру, идеялармен байыту мәселесі орын алады. Барлық идея, барлық ой міндетті түрде таңдалған нұсқадан шығу және байытылып, жетілдіріп, қайта қайтып келуі тиіс. Біздің жағдайымызда екінші кезеңдегі таңдалған сапалы өмір нұсқасын қалыптастыру үшін оған 4 негізгі ірі даму бағыттарын енгізуге болады. Біріншісі, адамның интеллектуалды дамуы. Күніне кемі 1 сағат кітап оқу және оның уақытын ақырындап ұлғайту, кітаптар жанрын кезекке қою арқылы жан-жақты даму. Бір күн романтикалық кітап болса, келесі күні тарихи, үшінші күні мотивациялық, төртінші күні экономикалық, тағы да басқа. Оған қоса оқыған кітапты күн сайын конспектлеу, яғни жазу арқылы оқығанды түю, кез келген идеяларды қағаз бетіне түсіріп отыруды әдетке айналдыру, жоспар, тайм-менеджмент жасау, тағысын тағылар. Екіншісі, адамның эмоционалды дамуы. Адам күніне орта есеппен 5-6 адаммен тікелей немесе жанама контактке түседі. Адам тек танитын адамдармен ғана қарым-қатынасқа түседі, сондықтан ол тек сол адамдар ғана маңызды деген ой қате болып табылады. Адам өзге танымайтын адамдармен тіпті визуалды контактын қадағалап отырған жөн. Сөйлеген сөз саптауы, дауыс ырғағы бәрін қалыпқа келтіруді, жан-жағындағыларға жағымды эмоция қалдыруды, ешқандай ситуацияда агрессия көрсетпей, конфликтке түспеуді қадағалай отырып дамуды мегзейді. Үшіншісі, адамның рухани эстетикалық дамуы. Адамның сыртқы келбеті, бейнесі барлығына көрініп тұратын болғандықтан, біз көбіне сол сырт бейнеміздің әдемілігіне, тазалығына ден қоямыз. Ал ішкі жан дүниені сырт көзбен көре алмағандықтан, оның тек іс-әрекет арқылы бағалаймыз. Алайда, адамның сыртқы келбеті қаншалықты сұлу, сыртқы бейнесі соншалықты сымбатты болса да, ішкі дүниенің патшасы жанның рухани әлсіреуі қиынға түседі. Рухани дамудың тамыры өте тереңде жатыр. Ол ұлтпен, тарихпен, халықтық тәрбиемен, табиғат сұлулығымен астасып жатыр. Сол себепті аталмыш дамуды күніне бір рет, кемі
күніне кемі бір рет классикалық музыка тыңдау, әсем суреттерді көру, үңілу, табиғатта серуендеу, ішкі жан дүниеңмен, ішкі дауысыңмен тілдесу, жаратқанға деген махаббатты айқындау сынды тапсырмалар қатары кіреді. Төртіншісі адамның физикалық дамуы. Адамның күнделікті өмірдегі агрессиясы, ішкі күйзелісі, ешкімге, әсіресе өзіне еш кедергісін тигізбей сыртқа шығарудың тамаша жолдарының бірі спорт. Спорт немесе дененің физикалық деңгейін көтеру, сапалы дене бітім жасау арқылы адамның өзіне деген сенімділігі артады және оны жан-жағындағылар да мақұлдайды. Бұл адамның адам денсаулығын сақтауға деген көмегі зор. Бұл төрт даму кезеңі арқылы өмір сапасының идеяларын қалыптастыруға мүмкіндік бар. Келесі жобалау кезеңі генерациялау, прототиптеу, эскиздеу. Бұл әдепкі үш кезеңнің дұрыстығы мен бұрыстығын бағалап, оны прототиптеу, генерациялау немесе эскиздеу кезеңі болып табылады. Бұл осы кезеңге дейінгі қабылданған шешімдердің ұтымды не болмаса ұтымсыз екенін анықтайтын кезең. Біздің жағдайымызда әдепкі кезеңдердегі шешімдер орындалды ма және қаншалықты сапалы орындалып жатыр, нәтиже бар ма? Егер жоқ болса, онда не үшін деп ойлайсыз деген сұрақтарды өз-өзіңізге сан мәрте қоюға итермелейді. Егер қабылданған шешімдер өз ұтымдылығын дәлелдесе, онда оны жетілдіру мақсатында прототиптеу қажет. Ал егер олай болмаса, онда әдепкі кезеңдерге қайта оралу қажеттілігінде прототиптеу қажеттілігі туындайды. Соңғысы тексеру немесе сыннан өткізу кезеңі немесе тестілеу деп те атаймыз. Бұл соңғы кезең ретінде барлығын сынау, қайта қарау, талдау, бөлшектеп саралауға жауап береді және жетілдіру үшін үнемі әдепкі кезеңдерге қайта оралудың нақты жолын көрсете алады. Біздің жағдайымызда екінші, яғни анықтау кезеңіндегі таңдалған нұсқаны жіті тексеріп, қай жерінің немесе бөлшегінің жұмыс істемегеніне немесе бар қарқынмен істемегенін анықтау және оның шешу жолдарын енгізіп белгілі бір уақыт өткен соң қайта келу. Бұл соңғы кезең нақты жетістікке жетіп, проблеманы толықтай шешкенде өзекті болып табылады. Қазіргі таңда әлем халықтары мазасыз күйде. Жер бетінде саяси тыныштық жоғалған жағдайда әлемдік дағдарыстар, болашақтың белгісіздігі, адамдардың өз құндылықтары мен сенімдерін, өмірлік басымдылықтары мен ұстанымдарын қайта қарауға мәжбүр етіп отыр. Алайда өмірден жаңа мән мен жаңа мағына, жаңа бағдар іздеу үшін не істеу қажет? Негізінен бұл жаңа өмірлік сұрау емес, әр тарихи кезеңдерде адамдар осы сауалдарға бас қатыратын. Үнемі жаңашылдықты іздейтін, алайда оларға осы функцияны атқаратын рухани күштер үнемі көмектесіп, сұрауларын қанағаттандырып отыратын. Қазір бұл функцияны атқаратын күштер қатары әлдеқайда көп, сәйкесінше адамзат алдында таңдау да көп. Таңдаудың көп болуының өзіндік оң және теріс жақтары бар. Бүгінгі күні практикалық философия таңдау ассортиментінің ішінде еніп, адамның ішкі сұрауын қанағаттандырудың жаңа әрі шешімді жолын нұсқап тұр. Әлемдік жаңашыл философ ғалымдардың пайымдауынша, практикалық философия жуық арада трендке айналады. Себебі ол тек адамның өзін-өзі ғана емес, әлемді тереңірек түсіну жолдарын ұсына алады. Теориядан практикаға қарай ойысып, қолданбалы психология жасаған психолог-коучтар мыңдаған аудиторияларды өзіндеріне бағындыратын техникалар мен тактикалық құралдар қалыптастырып, әлеуметтік порталдарды түгел жаулап алған болатын. Сол психолог-коуч, психолог-тренер орындарын философтар басуы немесе қатар жүруі мүмкін деген болжамдар бар. Практикалық философия ұзақ мерзімді перспективада тұрақтылыққа ие болу үшін өмірлік стратегия жасауға, қоғам сұраныстарын қанағаттандыратын этикалық компоненттер жинақтауға, рухани бағдарлар матрицасын құруға, эмоционалдық баланс түзуге, метафизикалық деңгейді көтеруге, белгісіздікті айқындауға, философиялық сұрақтар палитрасын ашуға, перифериялық көруге, әлемді жаңа қабылдаулармен толықтыруға көмектесуге келе алады. Қаншалықты қарапайым қағида болса да, процесс барысында ұмытылып не болмаса түсініле алмайтын негізгі принциптердің бірі адамның өмірге өмір сүру үшін келуі. Адам өмір сүру барысында өзі үшін маңызды дүниелерді іздеп, оны ойлап тауып, арпалысып жүріп, ең негізгі қағидадан ажырап қалады. Адамдар өмір сүрудің мәнін іздеген сайын адасып, оны қалай күрделендіріп алғанын өзі байқамайды. Адамдар өміріндегі болып жатқан оқиғаларды проблема ретінде қарайды және оны үнемі шешуге әрекет етеді. Алайда адам қоғамда, яғни түрлі қарым-қатынастардың ортасында өмір сүргендіктен оның қиылыс нүктелерді таусылмайды. Егер әрбір адам өз өміріндегі ірілі-ұсақты проблемалардың барлығын ойша сызып тастаса, ол немен айналысар еді? Дизайн ойлау адамның өз өмірін өзі қиындатпай, жағдаяттарды оңай шешуге, проблемамен күресуге емес, түсінуге шақырады. Сіз үшін мазмұнды, танымды ақпараттар легі болды деген ойдамын. Оқырман, сау болыңыз.